Сынай бастаған адамдар болды. Осындай адамдардың бірі Сэм Шамун. Мен Закир Найкпен бетпе-бет кездестім. Мен оны пікірталасқа шақырдым. Бірақ ол қорқақ артқа қайтып, ол менімен сөйлесуге шешім қабылдамас бұрын, мен өз лекцияма 1 миллион адам тартуым керек деді. Өйткені ол қорқақ, шайтанның ұлы. 2001 жыл ол осында болды. Ол Уильям Кэмпбеллмен дауласты. Найлс Уэст орта мектебінде мен оған қатыстым. Мен оны достарының алдында пікірталасқа шақырдым. Мен кез келген уақытта, кез келген жерде онымен сөйлесетінімді айттым. Мен оны жерлеймін дедім. Ол маған, егер сен мен Үндістанда жасағандай лекцияңды тыңдау үшін 1 миллион адамды тарта алсаң, мен сенімен пікірталасам деді. Мен оған айттым, сен қорқақсың, сен өз пайғамбарыңнан жақсы емессің. Мен оның бетіне айттым. Мен өтірік айтпаймын. Жаратқан ие менің сендерге шындықты айтып тұрғанымды біледі. Иә, сосын ол қорқақ екеуміз Скоки кітапханасында қысқа шағын пікірталас өткіздік. Жеке бөлмеде бірнеше достары болды. Солардың бірі Сибил Ахмет болды. Мәсіхтің құдайлығы туралы сөйлестік. Мен оны Аян 1 тарау 17-18 аяттармен жерледім. Онда Иса мен бірінші және соңғысы де менмін деп айтады. Олар бұл жазбаны ешқашан шығармады. Өйткені адамдар өздерінің кейіпкерін айықты. Мен жалғыз Скоки кітапханасында жойып жібергенін көргісі келмеді. Өйткені мен ол кезде онша танымал емес едім. Мен енді ғана шыға бастадым. Ол кезде исламға жауап деген сайт үшін жаза бастадым.